Саптык дайындык пәни боюнча 15-ci тақырыбымыз бөлімшенің сапта тұрғанда әскери сәлемдесүү. Тақырыбымыздың жоспары бірінші сәлемдесүүдү орундауда көрсөтүү және жаттықтыруу. Екінші тиктел және оңға солға ортага түзөлүүнүн пәрмендерин жаттыгуу. Үшінші кол козгалысын, бастың буруун және саптык адымды үйлөстүрүү. Козгалыс кезинде сәлемдесүүдү орундоо. Бөлімше құрамында әскери сәлемдесуді оқыту бастапқыда орында жүргізген жөн, ал кейін қозғалыста. Осыған орай бөлімше командирі орында және қозғалыста әскери сәлемдесуді бірінші кезекте тікелей бастықтарға беретінін ескертеді. Бұдан басқа пәрмен бойынша әскери сәлемдесу әскери атағы бойынша генерал полковниктен бастап және одан жоғары бериледі. Сәлемдесүү сонымен қатар бөлімшені тексерүү, бақылау, құзыретін алған арнайы тұлғаларға да қатысады. Орында әскери сәлемдесүү бастыққа мәлімдеме жасаумен қатар жүреді. Осы тақырыбымыздың мақсаты, мысалы, әскери сәлемдесүүді сапта тұрғанда және қозғалыста орындау, саптық байқауға қатысты жалпы ережелер. Тақырыптың міндеті әскери сәлемдесуді орында және қозғалыста дұрыс орындауды үйрету. Саптық тәртіп бойынша тіктел және оңға түзелүүнүн пәрмендерин дәл орындауды қалыптастыру. Қолдарды бас киімге қою, бастың бұрылуын біркелкі жасау, саптық адым мен қимылдарды үйлестіру. Бөлімше командирінің пәрмендерін тыңдай отырып, мәлімдеме жасау және сәлемдесуді ретімен орындау. Бір қатарлы және екі қатарлы сапта сәлемдесуді жаттықтыру, саптық тәртіпті сақтау. Сапта тұрған әскери бөлімшенің әскери сәлемдесуі тіктел пәрмені саптық тұрғы қабылдау. Оңға түзелүүн, бастыққа бағытталған бұрылыс, қолдарды бас киімге қою. Бастың бұрылуы бір мезетте қозғалыс кезінде сәлемдесу пәрмені бойынша саптық адымға өту, бөлімше құрамында әскери сәлемдесуді оқыту бастапқыда орында жүргізген жөн, ал кейін қозғалыста. Осыған орай бөлімше командирі орында және қозғалыста әскери сәлемдесуді бірінші кезекте тікелей бастықтарға беретінін ескертеді. Бұдан басқа пәрмен бойынша әскери сәлемдесу әскери атағы бойынша генерал полковниктен бастап және одан жоғары беріледі. Сәлемдесу сонымен қатар бөлімшені тексеру, бақылау құзыретін алған арнайы тұлғаларға да қатысты. Орында әскери сәлемдесу бастыққа мәлімдеме жасаумен қатар жүреді. Мысалға, бөлімше командирі алғашқыда әскери сәлемдесуді оқыту барысында жарғы талаптарын қысқаша түсіндіреді. Сонан соң қажетті пәрмендер беріп, іс-әрекеттерін қадағалайды. Саптағы әскери сәлемдесу өз орында бастық 10-15 адымға жақындағанда бөлімшенің оқытушысы бөлімше тіктел назар оңға пәрмені бойынша түзелүүн орындатқызады. Тәжірибеде әскери сәлемдесу мынандай реттілікпен орындалады. Әскери сәлемдесу үшін пәрменді бөлімше командирі бастық бөлімшеге 20-25 адымға жақындағанда береді. Мысалға, тіктел пәрмені бойынша әскери қызметшілер бір мезетте тіктел күйін қабылдау керек. Оңға түзелүүн және пәрмен бойынша әскери қызметшілер бастық жаққа бастарын бірдестен бұрады. Бөлімше командирі пәрмен бергеннен кейін сапқа қарап тұрып, қолын бас киімге қояды және бастыққа бұрылып, саптық адыммен бастыққа жақындайды. Оған 2-3 адым қалғанда кезде тоқтап мәлімдейді. Мәселен, жолдас капитан 2-ші бөлімше сап дайындық жүргізіп жатыр. Бөлімше командирі сержант Бабашев. Егер бөлімше командирі белдікке, кеудеге немесе иыққа күйінде қарумен болса, өзгертусіз тоқтайды. Мұндай жағдайда қарусыз қолдардың қозғалысы адымды жүргізіледі. Бөлімше командирі пәрмен бергеннен кейін бастық қолын бас киімге апарып, бөлімше командирі мәлімдеме жасап, қолды бас киімнен түсірмей,
сол аяқпен шетке адым жасап, бір мезетте оңға бұрылыс жасайды. Сонан соң бастықты алға жіберіп, одан 1-2 адым артта бірге жүреді. Бастық жағымдаған немесе кеткен кезде сапта барлық әскери қызметшілер көз қиығымен оның соңынан бастарын бұрады. Бастық жүріп өткен кезде немесе бостан пәрмені бойынша бөлімше командирі бостан пәрмен беріп қолын түсіреді. Саптың артқы жағының бастықтың келуі кезінде бөлімше командирі бөлімшені бұрып тиісті пәрмен береді. Егер бастық әскери қызметшіні оның әскери атағы немесе тегі бойынша атаса, ол мен деп жауап береді. Ал тек әскери атағы бойынша атаса, жауап ретінде өзінің әскери атағын және тегін айтады. Бұл орайда қарудың күйі өзгертілмейді. Қол бас киімге қойылмайды. Саптағы қозғалыста әскери сәлемдесу кезінде келесі ерекшеліктер ескертілуі қажет. Тіктел пәрмені бойынша барлық әскери қызметшілер бір мезетте саптық адымға өтеді. Оңға түзелуін пәрмені бойынша бір мезетте басты жаққа бұрады. Қарусыз қолдардың қозғалысы тоқтатылады. Бөлімше командирі сәлемдесу үшін пәрмен бергеннен соң, егер ол қарусыз немесе қарумен арқаға күйінде болса, басты бұрып бір мезетте қолды бас киімде ұстайды. Бастыққа мәлімдеме берілмейді. Сәлемдесуді бөлімшенің жаттықтыру үшін бастапқыда бір қатарлы саптан жүргізген жөн, сонан соң 2 қатарлы саппен жүргізген дұрыс. Барлық жағдайда сәлемдесуде саптық жарғының талаптарының сақталуын талап етіп отыру қажет. Бастың бұрылуы біркелкі және барлықтары бірдей орындалу керек. Саптың адымға өткен кезде және қолдарының қозғалысы тоқтаған кезде нақтылық сақталу қажет. Әскери сәлемдесумен бөлімшені жаттықтырған рота командирлері белсенділік танытуы қажет. Әскери қызметшілер немесе студенттер бір мезгілде бастарын оңға бұрады және бастықты көз қиығымен бастарын оның соңынан бұра отырып, саптық тұрысты қабылдайды. Бастық немесе әскери оқытушы саптық сырттан келген кезде бөлімшенің командирі бөлімшені сырт айналдырады. Сонан кейін әскери сәлемдесуді орындауға арналған пәрменді беруі тиіс. Взводтың әскери сәлемдесуі сапта тұрып және қозғалыста орындауы бөлімшелер үшін көрсетілгенде жүргізілуі тиіс. Взвод оқушысының орынбасары және бөлімшелердің оқытушылары сапта өз орындарына тұрады және қолдарын бас киімдеріне апарып ұстамайды. Әскери сәлемдесу кезінде оңға түзелуін пәрмені бойынша барлық әскери қызметшілер бастарын басты жаққа бұрады. Сондай-ақ оң қапталдағылар әскери мерекелік шерулерге қатысқанда, яғни ресми жүріп өткенде, әдетте саптағы кең маңдайшеп бойынша түзелуін қиындағанда, оң қапталдағылар парадты қабылдайтын жаққа ту сыртына түзелуін сақтай отырып бастарын бұрмайды. Қозғалыс кезінде әскери сәлемдесуді орындауға арналған пәрмен бойынша ән салу тоқтатылады. Бөлімшенің командирі әскери сәлемдесуді орындауға арналған пәрменді беріп, бастыққа саптық адыммен келеді. Егер ол қарусыз немесе арқаға күйінде қарумен келсе, қолын бас киімге қояды. Ал егер ол иыққа, белдікке немесе кеудеге күйінде қарумен келесі, бос қолмен қозғалысты жалғастыра отырып әрекет жасау керек. Оған 2-3 адым жақындағанда тоқтайтын және баяндайтын тағы бар. Мәселен, лейтенант мырза 3-ші бөлімше қаруларды тазалаумен шұғылданып жатыр. Бөлімше командирі студент Өмірбек сәлем берілетін бастық әскери сәлемдесуді орындауға арналған пәрмен берілгеннен кейін қолын бас киіміне апарып ұстайтын белгілі. Демек, баяндау аяқталғаннан кейін бөлімшенің оқытушы қолын бас киімнен алмастан сол аяқпен бір мезгілде оңға бұрылып шетке қарай бір адым жасайды. Және бастыққа жіберіп, оны артынан және саптық сыртқы жағынан 2-3 адым еріп жүреді. Бастық жүріп өтісімен немесе бостан пәрменімен сәйкес бөлімшенің командирі бостан пәрменін беріп қолын түсіреді. Егер әскери оқытушы сапта тұрған студентке үн қатса, ол мен деп жауап береді. Жауап беру барысында ескеретін жайт, қаруды ұсталынуы өзгермейді және қол бас киімге қойылмайды. Саппен қозғалыстағы әскери сәлемдесуді орындау үшін
Бөлімше командирі бастыққа дейін 10-15 адым жерде бөлімше тіктел оңға түзелуінің пәрмені беріледі. Тіктел пәрмені бойынша барлық әскери қызметшілер немесе оқытушылар саптық адымға көшеді. Ал оңға түзелуінің пәрмені сәйкес бір мезгілде бастарын бастыққа жаққа қарай бұруды және қарусыз бос қолмен қозғалыс жасауын тоқтатуы жөн. Бір қатардан екі қатарға сапқа тұру, бірінші және екінші санаулы нөмірді айту басын бұру. Бөлімше екі қатарға сапқа тұр, екінші нөмірдегілер оңға қадам жасап, бір қатардың артынан тұрады. Бөлімше қатарға сапқа тұр, екінші бөлімшедегілер бастапқы қатарға шығады. Зотты жайылма сапқа үйрету үшін алдымен бір қатарлы сапқа тұрғызудан басталған жөн. Саптық жарғыда талаптарын түсіндіріп, әр бөлімшенің өз орнын көрсетеді. Зоттың жайылмалы сабы немесе екі қатарлы сабы болуы мүмкін. Зоттың жайылмалы сапқа тұруы зот бір қатарға саптау пәрменіне байланысты жүзеге асырылады. Осы пәрмен бойынша зот командирінің жанына таман бір қатарға бірінші бөлімшеге, одан соң солға таман екінші және сол қапталда үшінші бөлімше орналасады. Бұл орайда барлықтарында аяқ киім ұштары бір сызықта, ал дененің қалпы саптық тұрыстағыдай болуы керек. Жарғының барлық талаптарын сақтай отырып тұрғанда ғана осында орындай алады. Сондықтан зоттың командирі бірінші кезекте бірінші дұрыс тұруын талап етеді, содан соң барып екінші және үшінші кезекке келеді. Жаттығудың барысында зот алаңда белгіленген сызық бойында бірнеше рет тұрғызуға болады. Дегенмен жеке құрам жабдықталмаған орындарда дұрыс сапқа тұра алатындай жаттықтырылуы керек. Зоттың сапқа тұру кезінде бөлімше командирлері өз бөлімшелеріне сапқа тұруларына пәрмен бермейді. Жеке құрам саптағы өз орындарына зоттың командирі берген пәрмен бойынша тұрады. Бастапқыда бөлімше командирлерінің өз орындарынан қарамағындағыларының іс-қимылдарына қадағалауға және кемшіліктер түзеуге рұқсат беруге болады. Жеке құрам бір қатарда сапқа тұруда жеткілікті жаттығу алғаннан кейін зоттың командирі зотты екі қатарлы сапқа тұруды үйретуге кіріседі. Мұнда зот екі қатарлы саптау пәрмені бойынша бөлімше зоты командирінен солға таман әрқайсысы екі қатарға орналасады. Бөлімшелердің ара қашықтығы әскери қызметтің арасында алақан көлемінде болады. Қатардағы студенттер бірінші қатардағы тұрғандар ту сыртында болу керек. Екінші қатардағы әскери қызметшілер аяқ киім ұштарында бір сызықта болуы тиіс. Бөлімшелерге екі қатарлы сапта әр бөлімшенің соңғы қатары толық болу керектігін ескерту керек. Зотты екі қатарға тұрғызып, әр әскери қызметшінің саптағы орнын ескертіп, зот командирі жаттығуға кіріседі. Жаттығудың барысында зоттың командирі студенттер сапта өз орындарына дұрыс ара қашықтықты сақтай отырып, тұруларын және керексіз қимылдар жасамауын ескертеді. Сонан соң сапқа тұру жылдамдығы өсе түседі. Жаттығу студенттер тез әрі дұрыс орындағанда ғана тоқтатылуы керек. Осы тақырыбымызды қорытындылай келе, бөлімшенің бір қатардан екі қатарға және керісінше қайта сапқа тұруы әскери тәртіп пен үйлесімділіктің негізгі көрсеткіші. Бұл қимылдар нақты әрі бір мезгілде орындалуы тиіс. Сонда ғана бөлімшенің саптық көрінісі мінсіз болады. Санау мен пәрмендерді дұрыс қолдану бөлімшенің жылдам әрі дәл қайта ұйымдастыруына мүмкіндік береді. Әскери қызметшілердің басын бұруы мен аяқ қимылдарын үйлесімдігі саптық тығыз әрі ұқыпты болуын қамтамасыз етеді. Осылайша бөлімшенің сапқа тұруы әскери тәртіпті, командирдің басқару шеберлігін және бөлімшенің дайындық деңгейін көрсетеді. Келесі төменде осы тақырыбымыз бойынша пайдаланылған әдебиеттер Қожамжаров бастапқы әскери дайындықты оқыту әдістемесі, оқу құралы. Келесі Демеев сап дайындық оқыту әдістемесі, оқу құралы. Және де Қадырбаев запастағы офицерлердің әскери дайындық лекция жинағы.